Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздерменен медовый рулет дайындайтын боламыз. Медовый рулеттің қамыры аты айтып тұрғандай медовый, ал кремі бархыт кремі деп аталады. Ал бастаймыз. Ыдысқа ең алдымен жұмыртқаны салып алып, аз ғана миксерлейміз және үстіне біртіндеп тұрып қантты саламыз. Жұмыртқа мен қантты крем болғанша миксерлеудің қажеті жоқ. Жай ғана миксермен осылай жасағанда із қалатындай етіп миксерлейміз. Кейін үстіне сұйық майды қосамыз, араластырамыз. Ендігі кезекте балды қосамыз. Мүмкіндігінше табиғи балды қосуға тырысыңыздар. Қамырымызға балды қосқаннан кейін түсі өзгергенін байқаған боларсыздар. Енді осыған ас содасын салып, аз ғана араластырып, кейін електен өткізіп ұн саламыз. Ұн салып болғаннан кейін миксермен араластыру міндетті емес. Жай ғана силиконды күрекшемен де астынан жоғарыға қарай араластырса болады. Бірақ мен аз уақыт миксермен араластырып аламын. Міне біздің медовый қамырымыз дайын болды. Енді оны пергамент қағазы төселген форманың үстіне құйып, бетін тегістейміз. Қамыр 10-15 минутта пісіп шығады. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста пісіреміз. Мінекей, менде қамыр 10 минутта пісіп шықты. Енді бізге осындай пергамент қағазы керек болады. Оны мен осылай бетін жауып, абайлап, келесі бетіне аударамыз. Енді үстіндегі пергамент қағазын аламыз да келесі таза жағын, яғни пайдаланбаған жағымен осылай бетін жабамыз. Пергамент қағазымен бетін жапқаннан кейін қайтадан аударамыз. Енді біз бұны орау керекпіз. Орағанда тығыз қылып емес, жай бос рулет формасында осылай қою керекпіз. Енді бархыт кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 35%-дан кем емес сливки керек, және де сапалы сгущенное молоко керек. Ең алдымен ыдысқа сливкиді құйып, осылай аз жылдамдықта көпіртіп аламыз. Кейін қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Бірақ сливкидің крем болып кетпеуін қадағалаңыздар. Осындай сұйықтық болған кезде сгущенное молоконы құямыз. Творожный сырды салып, араластырамыз. Мінекей, бізде өз формасын жақсы ұстайтын бархыт кремі дайын болды. Енді біз рулетімізді жинаймыз. Рулеттің қамыры толықтай суыды. Шеттері тегіс болып тұру үшін осылай кесіп алып тастаймыз. Мен кейін осы артық қамырменен бетін әсемдейтін боламын. Крем бізде керемет воздушный болып шықты. Бұл кремді бархыт деп атайды. Осылай біркелкі тегіс қылып жағып шығамыз. Кремді жағып жатқанда ескеретін бір жайт, мынадай шеттеріне көп жақпаймыз. Өйткені қазір рулетімізді ораған кезде крем сыртына шығып кетеді. Ал енді ораймыз. Осылай видеода көрсетілгендей пергаменттің көмегіменен ораймыз. Рулетті ыңғайлап ыдысқа салып алғаннан кейін әсемдейміз. Ол үшін қалған кремді жұқалап осылай жағып аламыз. Сосын мен алдын ала артық қалған қамырды үгітіп дайындап алдым. Сонымен әсемдейтін боламыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Енді өз қалауыңызша оны әртүрлі жеміс жидектермен әсемдесеңіз де болады, бірақ ол міндетті емес. Рулет өте нәзік, ал дәмі ерекше дәмді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін.